Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін сіздермен тағы да мен Жігер Жияр. Бүгін сіздермен FIFA Mobile'ға обзор, бірінші көзқарас. Яғни мен бүгін сіздерге FIFA 18-дің FIFA 17 Mobile'дан айырмашылығын айтамын. Бастапқы экраны FIFA 17-ге қарағанда өте жақсы дамыған. Ал игроктар ақшаны оңай табасыздар. Игроктары өте қымбат тұрады. Рынокқа кіріп қарасақ, игроктары, мысалға элитный игроктар мен мынандай игроктарға, мастер элитный игроктарды алып қарасақ, 1.569.000 теңге тұрады. Сондай теңгемен тұрады. Яғни события деп бөлінген. События бір бөлек, компания бір бөлек, компаниялар бір бөлек, моя команда бір бөлек, высотака бір бөлек, отличные подарки бір бөлек, магазин бір бөлек. Магазинде пактар 500.000 теңге, 500 FIFA point сондай теңге тұрады. Және де лига бір бөлек орналасады. Мен сіздерге бір ойынды көрсетейін. Поиск матча. Ал бірінші матч кетті. Графикасы FIFA 17-тен қарағанда әлде қайта күшті болып кеткен. Және де бір особо жақсы жері. Бұда не бар қандай? Радуга әдемі жасалады. Бастамаят. Не теуіп жібереміз да. Гнабри мен скоростный игрок міне. Үстіп. Сусу. Міне. Көрдіңіздер, графикасы өте жақсы. Қиын қарсылас. Мен бірден бір. Міне әдемі. Бұлардың тойлауы да керемет. Мбаппе. Бога. Көрген воротаға. Угловойда үстіп көтересіздер. Дракслер. Мен FIFA-ға енді үйреніп жатырмын. Жаңадан аккаунт сатып алдым. 2-3. Ұтылып жатсам кешірерсіздер. 3-3. Міне графикасы өте жақсы. Dream League басқа ойындар сияқты емес. 4-3. Кембек жасадым. Осы игроктың арқасында. Кембекті алысқа апара алмаймыз. Гнабри Кембекті алысқа апара алмайды. Мбаппе Гнабриға. Боатengтің үстінен. Жоқ, Боатengтің үстінен салмадық. Тез гол салу керек, әйтпесе қарсылас гол салып кетсе тағы ұтылып қалып жүреміз. Қайқа тепті, қайқа. FIFA-ның бір жаман жері осы, атаканы аяқталмайды. Ол бір минусы. Және де игроктар қымбат, ол екінші минусы, ал плюстары графикасы өте жақсы. Сонымен достар, FIFA-ға бірінші көзқарасымыз осы. Егер осы видеода 5 лайк және де 10 подписчик жиналса, келесі видеоны шығаруға уәде беремін. Сау болыңыздар.